Бисмиллахиррахманиррахим. Жер астындағы алтын қоры көшеді, яғни орын ауыстырады деген ақпарат алынды. Сондай-ақ қайың жапырағынан жасалған сыпыртқымен денені ұрса, ағзадағы артық сұйықтықтардан тазартады деген ақпарат алынды. Мешіт қызметшілеріне сынақ түседі. Сондай-ақ ғарыштан келетін қуаттардың түрленуіне байланысты адамдарда түрлі күйзеліске түсу, ұмытшақтық пайда болу жағдайлары көбейеді. Сондай-ақ ұғыну қабілеттері төмендейді деген хабар алынды. Әйелдер арасында бәсекелестік, бақталастық күшейеді. Сонымен қатар ойпатты жерлер қуарады, алайда жер астынан келетін қуаттардың әсері күшті болады. Жалаңбас, жалаң аяқ жүрген адамдарға буын аурулары, құяң аурулары дертіне ұшырау жағдайлары болады екен. Маусымның 20-сы Сүйінбай ата ордасы таңғы зікірден ақпараттар. Бисмиллахиррахманиррахим. Кеңгірбай би ата мазары көрінді. Жанындағы ескі саз балшық кірпіштен көтерілген мазардың жанында 2 жылқы жайылып жүрді. Абылайхан ата қолдауын салды. Шым-шымдап берген нәсіпті шашуға болмайды. Қырық-қырқасынан өткізіп, уәзірін берекесін салды. Сарбай ата қолдау салды. Шығыста Таушоқы деген жерде билердің жиналып кеңес құрған жер. Сол жерде бойға келер қуат бар. Жанған қып-қызыл оттың арасына көздер көрінді. Саурық Батыр ордасына 50-ден асқан бір ер адам келіп тұр екен. Түрі сұсты, көздері жасыл, беті қызыл шырайлы. Шапаны ішіне жетпей, қарны шығып кеткен адамды көрсетіп жатыр. Келесі көріністе Құралай апайды көрсетіп жатыр. Андай великтің бір түрі соны теуіп келе жатырды. Соны теуіп келе жатқан көріністі көрсетті. Келесі көріністе жайнақтағы ферманы көрсетіп жатыр. Қораның ортасынан бөліп қойыпты, жылқы қораның. Келесі көріністе бір қызыл тайынша көрінді. Жерде күйіс қайтарып жатыр, шыбындар қаптап жүр. Анандайда үлкен ала сиыр көрінді жайылып жүрген. Ақтазы ит өлген малдың терісін тартылап жатқан көрініс болды. Өскеменнен Жанар. Ақшам зікірі. Айша Бибана. Ақ мешіттен бір айшылық жол жатқан жерде ашылар сыр бар. Банан секілді тропикалық жемістер қазақ ұлтына қуат бере алмас. Геомагниттік өрістің тербеліс жиілігі өзгерер. Техника қарыштап дами бермек дегенмен әлемнің қай жер болмасын, жер анамен байланысын үзбеген адамдар қуатты болмақ. Таң зікірі ысқақпап, туралықтан құмарлық жанылса, соқтырыр қара ағашқа, маужырар терең ұйқыға, түйсе өлең жолынан. Ақшам зікірі Төле би ата, мал баққанды дерт алмас, санамен ақыл шатылмас, таразыға сынға да түсер, ақтықтан жүрегі айырылмас. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі ақпаратымыз Сүйінбай ата белгісімен алынды. Кезіндегі әжелер бас қадырын түсініп, жаулық киген басына, жауды да тоқтатқан жаулықпен жолын ашып ұрпақтың терезесі тең болған. Қазіргінің әжесі жаулықтың білмей киесін, шұлғау қып тастап аяққа, басқа тептің балаңды, қаралықпен жүктеліп, талқандалып тағдыры, жолы болмай қиналып, жүрген ұрпақтың көтерер кім кінәсін, жас ұрпаққа жабасың, өзің берген тәрбиең, күлденеңнен алдыңнан шыққанда білмейсің. Денеде ұшпа жаралар қаптайды. Суға түсіп күнге қыздырынудан жалаңаштық дәретсіз тамақтан пайда болады. Шашыратқы гүлін кептіріп, өртеп, күлін және шала жанған таяқшасын қолданады. Денедегі өрлеп бой бермей көбейген бөртпені өртенген таяқшаның күлін жағып, айналдыра сызады. Одан кейін күлін жағып, сол ортасына айналдырған сызықтың ішіндегі жараның үстіне күлін жағып қою керек. Сіңгенше күту керек. Және де бұл ем-шипалардың барлығы да тазалықпенен, таза дәретпенен ас ішуді де, адал ас ішуді де қолға алу арқылы түбегейлі жақсы болып кетеді. Кәміл сенім керек. Бисмиллахиррахманиррахим. Саурық Батыр ордасы. Зікір ақпараттар.
аппақ гүл көрінді, қоңырау гүлі сияқты, бірақ түсі ақ. Ортасындағы сары дәнегінде бәрінде Алла деген жазу болды. Алқап аппақ гүлге толып тұр екен. Қарап тұрдым, зүкір үнімен бір келікке тербеліп, Алланы ұлықтап тұрды. Көзіме жас келді. Адамзат сонша төмен болып кеткеніміз бе деп, гүл деген шөп қой, шөп құрлы болмадық-ау деп өзегім өксікке толды. Диірмен көрінді. Ауыл-ауылда бидайды қолға алады екен. Бидай егіп, егіншілікпен дамиды деп келді. Күн сұп-сұр болып тұрды, тұтылғандай, аза тұтып тұр екен. Боран ішінен керуен шықты. Аттар үстері қар, сұрлар шаршаңқы, оншақты атты адамдар екен. Бірақ әйтеуір шықтық деп көздері күлім қағып, қуаныштары білініп тұрды. Жерлерде апаттар болғанын көрсетті. Тәуелсіздік статуясы қақ жарылды. Шет елдерде көпірлерді су шайып кетті. Ерекше балалар көп дүниеге келеді екен. Неше түрлі қасиетті, нысаналы балалар біздің елде. Үңгірдің ішінде үндістер, индейцы. От айналып, дауылпаздарын қағып, зікір айтып жатты, хай-хай деп. Жер мен көк күңіреніп, қорқынышты үн шығарып жатты. Андардың жан айқайда естіліп жатты, Алла деп зікірлетіп жатты. Жердің тасбақалары көрінді. Қоңыр түсті шеңбер құрып, сәжде жасап тұрды. Биік шыңнан жарқыраған күн көрінді. Шың басында маяк сияқты көрінген соң, ол да болса Алланың бергені деп, адамдар сәждеге бас қойып жатты. Арқар мүйізі қарағайдай, құздан екінші биікке секіргелі тұр екен. Қарлығаш шырылдап әрі-бері ұшып жүрді, дем бергендей. Үңгірдің іші жұмыс қызып жатты. Бір адам көрік басып жатты, бір адам темір балқытып жатты. Дөп дөңгелек аппақ нұр көтерілді де, бөлменің іші аппақ болып кетті. Бесікте жатқан нәресте болды, шалықтап күліп жатты. Жарқыраған бес саусақ көрінді. Әлмерек бабаның қолы екен. Алталаш бірігетін кез келді. Салт дәстүрінді мойындап меңгеріп, атқа қонатын кез келді деп кетті абыз баба. Сырқырауық арба көрінді. Оны өгізге жегіпті. Арбаның үсті ескі Құран кітаптар екен. Өгіз арбамен жүріп, Құдайымызды мойындап, бір Аллаға құлшылық қылдық. Сілкініңдер деді. Маусымның 15-і кешкі зікір. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Орда дұрыс пайғамбар келді. Сәлдесімен орданы аластады, қаралық сылап түсірді. Адам баласы өзіне керекті өзі жасап алуға міндетті. Қазақ халқының завод фабрикасы болмаса да барлық киімін өздері тіккен. Ел ішінде тігіншілер өте көп болған. Әйгілі шеберлерге бір аттың құнын беріп, тіктіріп отырған. Аталы жолдың тағы бір қыры шеберлікті шыңдау. Бәрін өз қолдарымен жасауға ұмтылуы. Келешекте ірі қазақи киім үлгісі бүкіл әлемге үлгі болады. Адамдар ең сәнді киім деп қазақтың киімін қабылдайды. Саусағын қимылдатқан ермен әйелдің берекесі артады, нығметі күннен күнге көбейеді. Әйелдер болашақта түрлі өнерді меңгеріп, өзара жарысқа түседі ата жолындағы. Нағыз қас шеберлер жаңа заманауи қазақи киім үлгісін ойлап табады. Заманауи құралдарды пайдалана отырып көз жауын алатын жаңа киім үлгісімен бүкіл әлем таңғалдырады. Аруақтың көмегімен жаңа тігін шеберлері көптен пайда болады деп кетті Ыдырыс пайғамбар. Зікірден алынған ақпарат. Орда ішінде жанып тұрған шырақ көрінді, Қошқар атаның қолдау түсті. Қасқыр сияқты жыртқыш бір қара мақұлықты көрдім. Түрі өте қорқынышты, қап-қара екен. Әрі өте жыртқыш екен. Ол бір ер адамға өзгерді. Сонда әзіргі кездегі ер адамдардың қара қуаттарының артып, тендетке айналып жатыр екен. Орданың моншасын Аманбай аға моторын ба бір жерлерін қарап жөндеп жүр екен. Сол маңнан бір мақұлықтың ұзын тырнақты мақұлықтың қолы көрінді. Келесі көріністе тақуалық киінген бір әйел адам баяу ғана айналып билеп жүрді. Сонда ол кісі айналған сайын кеуде тұсынан және арқа тұсынан құйынды бір қуат көзі сырт ауаға тарап жатты. Ол ішкі құйынды өріс екен.
Сонда бала кезімізде естуші едік, айналмаңдар деп, үлкен адамдар көп айтушы еді. Сонда бала болсын, үлкен адам болсын, бейберекет айналмау керек екен. Өйткені ол біздің ішкі құйынды өрісімізге зақым келеді екен. Сонда құйынды өріс ауаға тарап, ішкі қуатымызды жоғалтып алады екенбіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Тастан жасалған қамал көрінді. Өте ұзын болды. Сол жерде бір әйел көрінді. Әркімге берілген жол жоба бар. Әр қайсысы қабыл алу керек. Сарқырап таудың төбесінен су ағып жатыр. Бір үлкен қошқар көрінді. Сүйінбай ата ордасының сыртында 10 шақты қой көрінді. Соның біреуін Нұрғиса бір қашан ішіне кіргізіп жатқан көрініс болды. Одан кіттей шағын үйдің іші көрінді. Ол бөлменің іші нұрға толып тұр. Жерде оюлы текемет тұр. Бөлменің қабырғасы көгілдір әппақ болды. Айша биби ана ордасы деген үн келді. Бисмиллахиррахманиррахим. 19 маусым таңғы зікірден алынған ақпараттар мен көріністер. Көріністе бір атаны көрсетті. Қазақша киінген өте тақуа адам екен. Сақал мұрты әппақ, сақалы ұзын болды. Бұл ата кім болды екен деп сұрап едім. Аманжол ағаның атасы деді. Келесі көріністе кеңістіктен арқанмен бері қарай ұшып келе жатқан қыз көрінді. Жауынгер қыз екен, нинзалар сияқты шапшаң қимылдайды. Үстінде ұзын шапан, басында шабандоздар байлайтын байлауыш болды. Шапаны мені желпіп өтті. Ары қарай биік жартасқа қарай секіріп кетті. Келесі көріністе бір көбелек ұшып келді де мысықтың үстіне қонды. Қайтадан ұшып кетті. Аспаннан бұршақ па үлкен кесектер түсіп жатыр. Мысық қайда барарын білмей, шөптердің арасына кіріп бара жатты. Көп әтеш тауықтар ық жер іздеп жүгіріп жүрді. Соған қарағанда жауынның соңы бұршаққа ұласама деген түсінік келді. Келесі көріністе ұлдарша киінген қыз бала екі өгізі жетектеп келе жатыр. Артында тақуа киімдегі бір 60-70-тердегі әйел адам келе жатыр. Екі өгіз соқамен жер жыртып жүр екен. Ал ана апа жыртылған жерге бидай сеуіп жүр. Жақындатып көрсеткенде ұлту апайға ұқсаттым. Апаның түрі ақшыл сарыдан келген, көздері үлкен әдемі кісі екен. Ол апа ұлту апайдың әжесі екен. Өскеменнен Жанар. Таң зікірі. Батыс өңірдегі Ақтөбе мен Қостанай арасына өтер жер тақтасында жарық пайда болмақ. Кесіртілігімен алар кезде баланың өзі де шыққысы келмейтінін, шыққаннан кейін қап-қара болып кеткенін көрсетті. Наурыз сөзінің мағынасын жете түсіну. Ара белі көзге әппақ болғанмен қаралығы 5 елі екен. Қайырлы күн баршаңызға. Ақпаратымыз Ағылаға белгісімен алынды. Тербеліп теңселген ұрпақтар, тамыры жоқ ағаштай, шетке қара беліктеп, есі шығып еліріп, ата-ананы тыңдамай, құлақтары керем көп, ақпен қараны айырмай, үлкен кішіні сыйламай, әлдейден басы айналып, қарны тойып, қайуанға айналып, қанағат жоқ, тәуба жоқ, жоқшылықты білмей, тоқшылықпен сыналып, бойына жинап қаралық, арпа алысып, өзім білем дегендер, орға құлап, жығылған өз даусынан шошынар ұрпақ. Күнің бар, абайла ұрпақ, абайла. Бір Алланың атымен бастаймын. Бүгінгі зікірде жайнақты көрсетті. Бүгін той болған жерді көрсетті. Үлкен бір өрмекші ұқсас бір жандық жүрді. Сол жерде Астана ордасының ішін көрсетті. Кимешек киген біздің қыздардың кешірім сұрап сәждеде жатқанын көрсетті. Одан кейін бір ай ораза ұстау керек деп салды. Бисмиллахиррахманиррахим. Жалпы адамдар ұлттық киімге еркін кию басталады деп түсті. Ағылдың жүрек ашылатын ордасы көрінді Қаскелеңдегі. Соның ішінде әртүрлі ұлт өкілдері көрінді. Ерекше шіркеу қызметкері келе жатты, ата жолына бет алады деген үн келді.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. 19 маусым ақшам зікірден ақпарат. Бірінші көріністе Москва, Владиславск өңірінде көп қабатты үйдің шатыры құлады. Онда көп ойын-сауық ойнаған. Сосын Россиядағы Яшкина тәтті шығаратын фирмасының іші бос, ішінде бір сиыр көрінді. Сонда қарамал құрбандыққа шалу керек деген үн келді. Сосын аспанда жұлдыз көрінді, Г әрпі көрінді, Гоголь бабамыздың бейнесі көрінді. Сонда дүниеге Гоголь бабамыз сияқты перзент келеді деген үн келді. Сосын әйелдің дорбасы көрінді. Сонда ол дорба бесікке айланды, бесік болып көрінді. Сонда әйелдің бірінші парызы өмірде перзент табу, перзент сүю деген үн келді. Сосын бір дөмбештек тұрған жерде бір Индия халқының сиынатын бір мүсін маңдайына қызыл былай бояп қойған. Ол жер төмен қарай жол көрінді. Сонда осы дін жоғалады деген түсінік келді. Сосын қазақтың жерінде қырлардың сырлары деген үн келді. Сонда қырларда дөмбештеп қалған көппенбек шөп өсіп тұр әдемі болып. Сол жерде көп сырлар сақталынған деген үн келді. Оны қазір уақыт сағаты келген жоқ. Содан ол қоршаланып былай сақталуда деген былай үн келді. Сосын Баянбай ордасындағы монша, о моншаның есігін қол ұстап ұстайтын жерінде қазақтың қошқар мүйізді өрнегі, көңіл күйі жоқ, со бүйтіп төмен қарай өрнек салбырап тұрды мүйізі. Сонда қасында жоқ деген жазу тұр. Сонда қазақта жоқ демеген деген үн келді. Сонда осы ордаға келіп кететін, қамшы алатын, әр жерден өңірден келетін, сол ордаға тиісті адамдар осы моншаны жайымен қолдану керек деген түсінік келді. Қоңырәулие белгісіменен 16 маусым таң зікірінен хабар. Қазіргі кезде көз жанары нашарлап қиналушылар көп. Дәрігердің алдына барғаннан кейін оның 2 жыл 3 жыл ғана қызметі бұйырады. Қалған кезде тағы да қинала бастайды. Аталы жолға келіп өзінің тақуалығыменен Халиф Алтайдың аудармасын оқып, көздерінің жанарларыңды қайтаруға болады. Ол үшін өзіңді ата дәстүріңе толық кіргізіп, мойын сынып, ақ жүрегіңменен және де екінші адамға сол өзіңнің істеп жатқан жақсылықтарыңды жеткізу арқылы, жақсылық жасау арқылы көз жанарыңды қайтаруға болады. Халиф Алтай аудармасын көбірек оқыңдар және өнерге ден қойыңдар. Көзім көрмейді деп ине өткізе алмаймын демеңдер. Сол ине өткізуге талаптанғанда адамның көз жанары өзгереді. Құранды оқып болғаннан кейін 1 сағат, 2 сағат сол өнермен шұғылданып, ине сабақ ұстағанда өздерінің көздеріңде өзгеріс болғанын байқайсыңдар деп Қоңырәулие бүгінгі күні емшипа салып көз ауыратындарға өзінің су арқылы да емшипасы жалғасатындығын атап өтті. Далада өсесін шашыратқы гүлі барлық жараларға, тамақтың ісінуіне, іріңді жараларға ем болады. Шашыратқы гүлін көбінесе Айша бибі ана, Гаухар ана бастарының айналасынан терілсе жақсы болады. Яки сол жерлерден тұқымдарын төккенде алып ексе болады. Күйі оты шөбінің түрлі ауруларға ем шипасы бар. Қазіргі кезде жақпа кремдердің орнына да пайдаланса болады. Іш қату, өттеу, ішек желдесіп тырысқанда пайдалана беруге болады. Қайырлы кеш. Коронавирустар күшейеді. Қатын қалаштардың бастарына жара шығып, шаштары түсе бастайды. Ақтелпекке адамдар толы болады. Ирландия, Испания, Италия қалаларда халықтың жан айқайы болады. Жас балалардың табылмаған өліктері құдықтарда тасталынған. Ақтөбеде Талдықорған, Қостанайда сынақтар тұр. Астанада балабақшада өрт болады. Путиннің жасырған көптеген ақпараттар анықталады. Жерлердің заңсыз иелері анықталады және де үкіметке қайтарылады. Алматыда үлкен дау болады. Пекинде үлкен сынақ болады. Қамбарата қолдау салды. Әкімдердің сынақтары болады.
аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ордаға Қойылбай бақсы келді, қобызымен орданы аластады, қаралық сылып түсірді. Адам баласына ең бір керек нәрсе кешірімділік. Атаң қазақ кешірім туралы алдыңа келсе атаңның құнын кеш деп бір ауыз сөзбен түйіндеп айтып кеткен. Егер адам баласы кешірімі болмай, жүрегіне жинай берсе, жүрек қараяды. Ақыры жүрек беріш болып, тас болып қатып қалады. Ақыры тас жүрек деген атқа қалай ие болған өзі де білмей қалады. Халқын ойлаған хандардың өзі кешірімді ең бірінші орынға қойып отырған. Соның арқасында екі елдің арасындағы шиеленіс қан төгілмей шешіліп отырған. Кешірімді адамдар әрқашан өзін жеңіл сезінеді. Өрісі үнемі таза болып, рахат күйді басынан кешіреді. Жалған өмірдің өзі оған рахат көрінеді. Аталып жолдықтар жеңіске жету үшін ең бастысы кешірімді болу керек. Жауына да иман, Алладан оғанда жол тілеп кешіре білсе, ақ қараны аруақ пен Алла өзі айырып береді, деп кетті Қойылбай бақсы. Bilgen olmaydı